Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге осындай керемет, жұмсақ, тез дайындалатын кекспен сіздермен бөліспекшімін. Ол үшін мен видеоның соңына дейін көруді ұсынамын. Бізге бір дана жұмыртқаны, бір кесе қантты салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды миксерлеген соң үлкен көлемді береді. Оның үстіне 50 грамм сұйық май, 50 грамм айран, жарты шай қасықпен сода саламыз. 1 шай қасық разрыхлитель және ванилин жарты қасық салып миксермен араластырамыз. Сұйықтығымызды араластырып болған соң үстіне 1 кесе ұнды салып қасықпен видеодағыдай етіп араластырып, жұмсақ сұйық қамыр илеп шығамыз. Илеп болған сұйық қамырымыз міне осылай болып шықты. Біз енді формаларға салып құямыз. Бірінші формаларымызды майлап аламыз. Содан соң үстіне қасықпен ақырындап құйып шығамыз. Формаларымыз үстіне құйып болдық. Енді үстіне осылайша жаңғақтың дәнектерін салуларыңызға болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Мен осындай жаңғақтың дәнегін салдым. Мүйіздерді бөліктерге бөліп, осылайша форманың үстіне тағы да салып шығамыз. Достар, егер де менің каналым ұнап жатса, маған тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Мүйіздерді жайғастырып болған соң қасықпен басыңқырап қоямыз, өйткені ісіп кетпеу үшін. Барлық формаларымызға тапаға салып 200 градуста пісіріп шығарамыз. Мінекей біздің кексіміз дайын болды. Дастарханға тартуларыңызға болады. Ас болсын.